Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жаңылтпаштарды қалай дұрыс айту керектігі туралы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздер біздің каналда жиі видео шығып тұрғанын қаласаңыз, онда біздің каналға ақшалай қолдау білдірсеңіз болады. Мен описанияға біздің счетымызды жазып кетемін. Сол счетқа сіз кез келген суммада 100 теңге, 200 теңге болсын, кез келген суммада ақша аудара аласыз, және сол арқылы біздің каналдың дамуына өз үлесіңізді қосатын боласыз. Достар, бүгін біз сіздермен бірге жаңылтпаштар туралы айтатын боламыз. Ең алдымен жаңылтпаш дегеніміз не, соған тоқталып өтсек, бұл жаңылтпаш дегеніміз қазақ ауыз әдебиетінің жанры болып танылады, яғни бұл ауыз әдебиетіне жатады. Және де жаңылтпаштар бұл біздің сөйлеу аппараттарымызды дамытуға көмектеседі екен. Сөйлеу аппараттарының ішіне біз нелер жататындығын барлығын алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз, және бүгін біз сіздермен тек қана жаңылтпаштардың өзіне тоқталатын боламыз. Олай болса, видеоны бастайық. Достар, қазір біз сіздермен бірге алфавит бойынша жалпы сіздерге қай әріптерді айту қиын, сол әріптер бойынша жаттығу жасайтын боламыз. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Негізі сіздерге қандай әріп қиын, сол әріпке байланысты сіздер жаттығуды жасасаңыздар болады. Яғни жаңылтпаштарды айтсаңыздар болады. Кез келген жаңылтпашты айту арқылы сіз өз дикцияңызды дамыта аласыз. Ең алдымен сіз мысалы қандай әріптерді айта алмайсыз? Біреулер мысалы ш мен с әріптерін шатастырып жатады. Егер де ондай болмас үшін сіздерге жаңылтпаштарды да айту керек, немесе ың дыбысына арналған жаңылтпаштарды да айтып көріңіз. Ең оңай жаңылтпаш. Бұл жаңылтпаш бәріміз білетін шығармыз. Шеше, неше, кесе, сынды, кеше. 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 Осылай достар, бізде үшінші жаңылтпаш. Бұл да оңай жаңылтпаштардың бірі. Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Шөгімдегі шай қайнады ма? Шай қайнады деп шешем айғайлады ма? Достар, жаңылтпаштарды осылай 3 рет, 5 рет тез айтып шығасыздар. Және де бүкіл сөйлеу аппараттарыңызды қосуды ұмытпаңыздар. Тек қана еріннің көмегімен ғана ауызды жыбырлатып емес, барлық сөйлеу аппараттарын қолдану арқылы бұл жаттығуларды айтып шығыңыздар. Достар, бүгінгі осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.